Әлемдегі ең үлкен MSC Euribia лайнеріне қазақша шоу! MSC Euribia лайнерінің ұзындығы шамамен 331 метр, ені 43 метр, ал биіктігі 65 метрге жетеді. Салыстыру үшін айтсақ, бұл кеменің ұзындығы шамамен 3 футбол алаңына тең. Лайнерде барлығы 19 палуба бар. Оның ішінде 15-і жолаушыларға арналған. Лайнерімізге шолуды бастаймыз. Біз қазір өмірде бірінші рет мен мынандай лайнерге келіп тұрмын. Қазір ішіне кіріп, жалпы сіздерге барынша толық ақпарат беруге тырысамын. Сіздер бізбен бірге болыңыздар. Міндетті түрде лайк басуды, комментарий жазуды және де достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Лайнердің кіре берісінде осындай трап қойып қойған. Трап арқылы ішіне көтерілеміз. Жанынан қарайтын болсаңыздар, міне кіре берісте дәл осындай көрініс. Біз кірдік, бірінші тексерістен өттік. Ал ары қарай іші қалай болады екен? Мүлдем қайыққа кірген сияқты қандай сезім жоқ. Будто қонақ үйдің ішіне кірген сияқтысың. Бұл жерде бірінші көзге түсетін нәрсе ол үстінің барлығы олайды. Менде қазір миыма сыймай тұрған нәрсе, мына кіре берісте ішінің барлығы кафель, бетонмен жасалған секілді. И дәл осындай ауырлықты бұл лайнер қалай көтеріп тұр. Просто менің миыма сияр емес. Мүлдем өзгеше эмоциялық жер секілді мұны. Бұрынғы саяхаттарымызға шығып жүрміз ғой, бірақ мынандай саяхат көру керек екен. Мәссаған. Ішінде ойлашы, сен соның үстіне кетіп бара жатсың. Бізде 12-ші этаж. Елестетіңіздерші, қайықта, кемеде 12-ші этажда тұрайын деп тұр. Мынау қонақ үй ғой, қонақ үй. Ойлаңыздаршы, MSC Euribia лайнеріне бір уақытта 6327 жолаушыны қабылдай алады. Сонымен қатар кемеде шамамен 1700-ге жуық экипаж мүшесі жұмыс істейді. Яғни толық жүктемеде бұл лайнерге 8000-ға жуық адам ойланбай сиіп кетеді. Кеттік ал. Кәдімгі қонақ үй ғой, бір жаман жері терезесі жоқ екен. Тереземен болу керек еді ғой. Номерге сразу рум тұр. Астында холодильник. Жақта айна. Мына жақта біздің кроват. Дәретхана душты көрейік. Ой-бой. Ой-бой, ғымнан үші. Сразу. Кемеде барлығы 2419 каюта бар. Олар бірнеше түрге бөлінеді. Терезесі жоқ интерьер кабиналар, теңіз көрінісі бар Ocean View бөлмелері, балконы барлар балкони кабиналар, ең үлкендері Suite люкс бөлме. Және ерекше VIP аймақ саналатын MSC Yacht Club Gold картасымен ерекше сервисті иеленуге де болады. Ал біз интерьер кабинесіне жайғастық. Бұл сапарға келуімізге Incruise саяхатшылар клубының арқасында жүзеге асты. Ақшаны 2 есеге үнемдеуге көмектесті. Толығырақ білгіңіз келсе, төмендегі описанияға ақпарат қалдырып кетемін. Біздің лайнер жүре бастады. Қазір қозғалтқышты қосты. Бұйырса, мына жерден жүрудің, қозғалудың бәсі ойнап тұрмыз. Мына болып жатқан масштабты камера бере алмайтын шығар. Бірақ шын өмірде көретін болсаңыздар, ауқым прям жүрегіңді елжіретіп тұрады ғой. Елжіреткен емес тағы. Мынандай завораживающий дейді ғой, қалай айтып, қазақшасын білмеймін енді. Завораживающий бір сәт екен да. Қазір арттағы. Қазір біз Копенгаген, Дания мемлекетіне келдік. Бұл біздің бірінші тоқтаған мемлекетіміз болды.
қазір енді осы жақтан шығып қаланы күні бойы аралайтын боламыз. Бұл жерде сол келген қонақтарды қалаға алып баратын осындай арнайы автобустар жүреді екен. Қазір біз осы автобустардың біріне отырып, ары қарай сапарымызды жалғастыратын боламыз. Қазір сонда мінетін автобусқа біз телефон арқылы билет аламыз ба, қалай? Ана жерде QR код тұрды. Сол QR код арқылы сайты өтіп, 4 адамға бір күндік карта алып жатырмын. 400 данский доллар ма бір бәле, 33 мың теңге. 33 мың 4 адамға ма? Теңгемен. Негізінде бізге бәрібір еді, қай жерге келсек те кез келген жерден түсіп қалып, ары қарай қаланы аралауға кірісе береміз. Бізде нақты негізі жоспар жоқ. Біз өзімізбен өзіміз қалай сәт түседі, солай жүріп бара жатырмыз. Қазір енді біз осы Копенгаген қаласының метросымен жүреміз деп шешім қабылдап тұрмыз. Так, билетті телефонмен емес, аппарат постаматтан алайық дедік. Бұл даниялықтар негізі қазақша сөйлейді екен. Билеттер деп жазылып тұр ғой. Билеттер тек 96 данский крон шықты. Осылай аппаратпен алсаңыздар жеңілірек екен. Так, 4 билет алдық. Түрін көрсетіп қойын. Түрі примерно осындай. 4 билеттер. Біз қазір ең алдына отырып алдық. Мұнда машинист дейтін болмайды екен. Машинист әзірге біз болып жатырмыз, е? Маған қарасаңыздаршы. Так, біз келдік. Орталық станциядан түстік. Метроға адамдар велосипедпен, самокатпен кіре береді екен. Артында тұрған сарай Кристиансборг деп аталады. Дания парламенті, жоғарғы соты және премьер-министр кеңесі орналасқан жалғыз ғимарат екен. Бұл жерде бұрынғы Дания корольдігі отырған деп айтады. Одан бөлек кей кезде осы официальный ресми кездесулер болған кезде осы жерде әлі күнге дейін өткізіліп тұрады екен. Артында тұрған ғимаратты қарап тұрсаңыздар, бұл осы Копенгаген қаласындағы ең атақты ғимараттардың бірі. 17 ғасырларда салынған дейді. Кристиан 4 королінің бұйрығымен салынған екен. Енді қараңыздаршы, 17 ғасырда бұны сауда орталығы ретінде салған екен. Елестетіп көріңіздерші, осындай 17 ғасырдан ескі ғимараттар қаланың орталығында әп-әдемі болып тұр. Ал мынау артында тұрған Копенгагеннің ең басты темір жол вокзалдарының бірі екен. 1911 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр екен. Прикиньте, бұл жерде тек қана Данияның ішінде ғана емес, Швецияға да осы вокзал арқылы қатынауға болады екен. Жаңа айтып өткен осы ғимараттардың барлығы осы орталық Копенгагенде орналасқан. Бұл жердің барлығы тарихи мұра, тарихи ғимарат болып есептеледі. Бізде Қазақстанда негізі үнемі қоғамдық дәретханалармен проблема болады. Бізде қазір Копенгаген қаласындағы осындай қоғамдық дәретханалардың бірін көрейік. Бұл жерде екі кіретін кіреберіс бар екен. Біреуі ана мен балаға немесе мүгедектерге арналған. Екінші жақ беті кәдімгі ересек адамдарға арналған әжетхана.
ішінде бір көрейік. Сыртынан уже көрініп тұр. Темірден жасалған қатты, есіктердің өзі темір екенін татпаса да кішкене ұзақ мерзімде жұмыс жасайтын сондай сапалы дәретхана екен. Қазір ішіне бір көріп кішкене обзор жасап көрейік. Ішіне келетін болсақ, ішінде енді жазып кішкене сынғандары бар, бірақ қандай конструкцияның өзі темірден жасалған. Енді іші тап-таза деп айта алмаймын, бірақ қысылып тұрған кезде кіріп қолдануға болады. Ал біз қазір Копенгаген орталығының әйгілі Сторк фонтанына келдік. Бұл фонтан 1894 жылы екінші король Фредериктің 25 жылдығына арнап салынған екен. Бұл фонтанда 1950 жылдан бастап акушерлер осы фонтан жанында би билейді екен. Бұл осы датчандардың бір сондай ерекше дәстүріне айналып кеткен дейді. Бұл жер енді арбат секілді жасалған, айналада адам өте көп, байқауға болады. Жалпы бұл жаңағы айтып өткен атақты ғимараттардан қатты алыс емес. Бұл жерде әртүрлі мемлекеттен келген туристерді көруге болады. Егер осы Копенгаген қаласында болып жатсаңыздар, бұл жерге міндет түрде келу керексіздер. Қаланы әбден аралап, енді саябақты көрейік дедік. Көне ғимараттар өте көп екен. Саябақта енді ерекше. Кинодан көретін саябақ кинода. Саябақтың ішін аралап, сіздерге мынандай әдемілікті көрсетуге асықпын. Қазір біз енді саябақтың ішінде лотос дейтін гүл бар екен. Соны көрейік деп іш жағына кірдік. Романтикалық кино түсіретіндей локация екен. Ішіне кіріп бара жатырық енді. Ондай үлкен кісілерде өте көп. Қол ұстасып, осындай әдемі табиғатта. Лотос гүлі енді алыстан көрсетсем болады екен. Жақындатып көрсеңіздерге. Міне, арғы беттен де барып көруге болады екен. Бісміллә деп бүгін қаланы аралап, Назым ханым бүгін эмоциясын білейік. Қалай болды қала? Жалпы Дания, Копенгаген қалай ұнады ма? Дания өте миниатюрный қала екен. Тап-таза. Неге енді Франкфурт қой көргеніміз, осы уақытқа дейін Франкфуртқа қарағанда әлде қайда таза. Таңғалатын бір факт, велосипедтер көшеде тұра береді, ешкім алмайды бірін бірін. Вообще просто велосипед тастап кететіндері қызық екен. Мен соған таңғалдым. Әне міне деп бүгін Копенгаген қаласында толық аралап болдық. Қала көңілімізден шықты, таза, ауасы да прям білініп тұр, таза екен. Көп адам салауатты өмір салтын ұстанады екен, велосипедпен көп жүреді екен. Жалпы қалада туристер өте көп, туристерге жағдай жасалған. Тарихи ескі ғимараттар да баршылық. Жалпы қала ұнады. Енді біз осы мен өзіміздің Копенгаген қаласындағы саяхатымызды бітіріп, енді қайтадан лайнерге қарай жол тартып жатырмыз. Ал бүгін бізде ресторан брондалған.
Назым екеуміз сырттай киініп алып шықтық. Мына жерді қарасаңыздар, оформлениесін әдемі қылып істеп қойған. Жұмбақ қыз сияқты кетіп баратсың ғой. Нағыз ескеретін бір жайт болып тұр. Сағат 5:30-ға жазылдым ба, тура сол уақытта келу керек екен. Мұнда енді 6,5 мың адам болғаннан кейін уақытпен кіргізеді екен ресторанға. Біздің уақыт 5:30-нан 7:30-ға дейін. Стоп келесіге ұзақ отырып қалмау үшін бізде осындай бір уақыт белгілі. Қазір біз жарты сағатқа кешіктік. Сол себепті де біздің достарымыз енді кіріп болғаннан кейін амал жоқ кіргізді қойдым. Мына жерде бағасы жоқ болып тұрғанның барлығы тегін болады. Ал жанында баға жазылып тұратын болса, олар бөлек ақылы бөлек аласың. Менің тамағым келді. Бұл лосось на гриле деген. Мына жерде қайнатылған морской капуста, брокколи, сәбіз бар и лосось бар. Ал дәмін көрейін. Кәдімгі балық, кәдімгі брокколи, кәдімгі морской капуста. Маған енді сиыр етімен тамағым келді. Сан еті дейді. Оның да дәмін көріп тез бағасын беріп жүреді. Very good. Very good. Amazing. Beautiful. Бар білген ағылшындан айттым деген. Лайнерде 10 мейрамхана және 20-дан астам бар жұмыс істейді. Лайнердің ішінде нағыз демалыс қаласы орналасқан деуге де болады. Мұнда бірнеше бассейн, джакузилер, үлкен аквапарк, театр, казино, спортзал, балалар клубтары және көптеген дүкендер бар. Бізде Қазақстанда мына Майорика бар. Сравнить етіп көрейін деп мынау цепочканы қарадым. Кулонмен мынандай 170 еуро. Қазақстандық теңгеге шаққанда 89.700 теңге шығып тұр. Қымбат. Бізде арзанырақ 10% несі. Мына жерде бірақ біреуін алсаң 20% скидка болады екен, екеуін алсаң 30% болады екен. Ал біз кезекті стансамызға келдік. Қазір Норвегия мемлекетіндегі Олесун қаласына келдік. Олесун елді мекені. Қараңыздар, не деген әдемілік мынау. Жалпы круиздің маған ұнаған жері, түнде демаласың, ұйықтайсың, азында тұрасың, сен басқа локациядасың. Яғни жолға ары-бері жүріп, уақыт құртпайсың. Сен демалып жүріп, жаңағы әртүрлі локациялардан бірақ шығасың. Қазір шығып бара жатырмыз. Одан бөлек лайнерде қазір сирена ойнады. Сол сирена, жаттығу сиренасы екен. Қазір осындай қызметкерлер осы жерде дайындалып жатыр. Там өрт болған жағдайда немесе басқа да сондай төтенше жағдай кезінде осылай өзіміздің орнымызды білуіміз керек екен. Қызметкерлер соған дайындалып жатыр. Ал встречай как максичай. Кеттік ал біз. Шыға берсе, барлығында егер ағылшын білсеңіз де білмесеңіз де осылай уақытпен 4:30-да осы жерде болу керексіңдер деген ескертулерді байқауға болады. Енді біз қазір сағат 11 болды. Бізде 5 сағат асықпай елді мекенді аралап қайтуға мүмкіндік бар. Лайнерден шыға беріс жерде осындай турлар туралы ақпараттар бар.
брошюралар бар. Және де осы турдың представительдері бар. Сол қандай тур бар екенін іштерден қағаздардан көруге болады. Біздің тур 14 күндік болғаннан кейін біз 5 мемлекетке баратын болғаннан кейін біз енді турға емес, осы жолмен ақ, тамағымызбен ақ, қонақ үйімізбен ақ біраз шығын шығып жатыр. Сол себепті де біз өзімізге рұқсат бере алмай тұрмыз. Алла қаласа, бұл соңғы рет емес, кейінде келеміз деген үмітім бар, ойым бар. Сол себепті сол кезде келіп, асықпай, арнайы келіп көріп кетеміз. Мынау біздің лайнер, ал мынау көрші лайнер. Екеуінің айырмашылығы енді алыстан байқалып тұрған шығар. Біздің лайнер екі есе үлкен екені. Бұл жерде Jog Box дейтін дүкен көріп тұрмыз. Бұл жерде ретро стильде болып тұр. Жастар біле бермейтін шығар, бірақ мен бала кезінде мынаның киносын көретінмін. Осында бір инопланетянин бір баланың үйіне келеді. Ол бала анауымен танысады, екеуі бірге приключение болады, әртүрлі оқиғалар болады. Ретро стильде пластинкалар, оқитын бұрынғы радиолар. Бұны енді жастар біле бермейтін шығар, бірақ ретро стильдегі осындай дүниелер бар екен. Бұл анау американский кинодағы не десек та, ретро стильдегі осындай заттарды сатып алады, сатады, сондаймен айналысады. Әртүрлі андай заттар. Бұны енді адамдар көбінесе коллекциясын жасайды. Hello. Осындайды. Ол баяғы Американың рок группалары Kiss деп аталатын. Бұл елді мекенде осында екі қабатты автобустар жүреді. Туристерді бүкіл осы қаладағы бар көрнекті жерлерін, туристер көретін жерлердің барлығын осы аралатып келеді. Бұндай автобустар өте көп. Тоже осындай қызметтің түрін алсаңыздар болады. Мына жақта міне уже келесіз келе жатыр. Ерекше парктерінің өзі бір басқаша ғой, бір газондар әдемі кинодағыдай болып жата ма? Біздің газондар бір шеті шіріп, бір шеті сарғайып, бір шетіне вообще шықпай сондай болып жатады ғой. А бұлардікі кәдімгідей бояп қойған секілді. Кәдімгідей бір әрқайсысы өзінің орнын білетін секілді. Әдемі. Енді видеоның өзінде әдемі болып көрініп тұр ғой. Шын өмірде де бүйтіп қарасаң, бір ерекше, басқаша болып көрініп тұрады да. Бізде неге осындай газондар неге шықпайды? Емен байланысты өзі. Ақшаларын қараңыздаршы, ақшалары 5 крондардың ортасы тесік. 20 крон. 20 крон, 5 кронда. Қазір біздің кімнің тренировкасы бар, кімнің тренировкасы жоқ. Осы жерде маскасы шешілейін деп тұр. Қазір біз мына жерден көрсетейін. Аның төбесіне қарай шығатын боламыз. Мына жерде көрініп тұр ма адамдар? Осы жаққа қарай жоғары қарай көтерейін деп тұр. Туристер бұнда ағылып жүр. Туристің түрі бар. Әр жақтан келген. Дайынсың ба? Жаяу жүруге? Жоғары қарай? Настройка что? Оның барлығы көтеріліп, түсіп көп келген болып тұр. Ал біз енді бара жатырмыз. Егер мынандай апа-аталар шыққан болатын болса, онда бізге де оңайырақ болады деген ойдан. Біздің Шығыс Қазақстан секілді қазір уже қыркүйек айы болса да әлі жап-жасыл. Бізде көбінесе оңтүстікте сарғайып кетеді. Осындай уақыт келген кезде шөптер. Ал Шығыс Қазақстанда жап-жасыл болып тұрады. Бұл жақта кез келген уақытта жаңбыр жауып кете салады. Күн шығып тұрып, күн батып, жаңбыр жауып, қайтадан күн ашылып деген секілді табиғат тез өзгеріп отырады. Сол үшін де біз өзімізбен бірге дождевик алып алғанбыз. Сіздерге де кеңес берем. Егер осында келетін болсаңыздар, дождевик алып алыңыздар. Мына жердің өзін
көріністері ашылды. Қазір көреміз қандай көрініс. Біздің алыстан лайнеріміз көрініп тұр ғой. Мынау қаншалықты тарихи жәдігер екенін білмеймін, бірақ түріне қарасаң шынымен де бір ескі затқа ұқсайды. Қараңыздар. Мұнда осындай пушка болып тұр. Даже киіп алатын. Су. Не деуші еді мынандайды? Навес. Козырегі бар екен, иә. Навес. Жаңа мен мынау лайнерді екі есе үлкен деп тұрсам қателескен екенмін. Екі есе шықпайды екен. Ұзындықтары бірдей. Біздікі бір 3-4 этажға ғана биік екен. Ал біздің бүгінгі қалаң атын айтып жіберіңдер. Алисун. Алисун. Бүгінгі біздің Алисундағы сапарымыз аяқталды. Қазір біз өзімізбен бірге алып келген тамақтың, кофе, шайымызды сатып алып, осы пикник жасаймыз, иә. Келемін дейтін адамдарға қандай кеңес бересіңдер? Обязательно дождевик алып алыңыздар. Ыңғайлы киімдеріңізді киіңіздер. Аяқ киім обязательно ыңғайлы болсын. Норвегияға турға келген кезде міндетті түрде өздеріңізбен кішігірім термос алып келген жақсы екен. Не круизбен келсеңіздер, лайнерде шай толтырып алуға болады, соны құйып алып, осы жерде ішетін едік. Осы таудың басында орналасқан местный кафенің ішіне келдік. Мына адамдар кәдімгідей тамақ шайларды ішіп отыр. 8800 не алдыңдар оған? Бір кофе, 2 шай алып лимонмен. Сол 8800 теңге болды. Көрдіңіздер ғой, иә? Бұлар үшін негізі қатты қымбат емес. Біздің бір 1000-2000 теңге секілді ғой. Біздің теңгеге шығатын болсаң, ол 8000 теңге болып кетеді. Біздің енді ақшаның құнсыздығына байланысты бізге кәдімгідей қалтадан тұрады. Шайдың өзі 8800 теңге. Қазір мына жақта бір көрініс ашылып тұр. Ал біз мынау ұнап қалған локацияға осы жерден тамағымызды осы жерде отырып ішейік дедік. Қараңыздаршы, дейді. Шейін отырып ләззат алатын жер ғой. Кемеде жолаушыларға арналған 10 түрлі ресторан және 20-дан астам барлар мен лоунждар бар. Әрқайсысы әртүрлі елдердің тағамдарын ұсынады. Қазір нағыз тамақ ішетін уақыт. Час пик кезінде біз жеуге тырыспаймыз. Біз дейін немесе кейін келеміз. Нағыз тамақ ішетін кезде осындай адам болады. Бірақ тамақ шоқтамайды. Тамақ барлық түрі бітіп қалу, жетпей қалу деген ондай жоқ. И орында әрдайым табылады. Қазір қараңыздар, мына жерде адам көп, бұл жер өткен орталық жерде көп адамдар осы жерге келіп отырады. Ал егер анау арт жағына, шет жағына баратын болсақ, ол жақта тып-тыныш и орын әрдайым табылады. Біз осында жүргенімізге неше күн болды, бірақ орын таппай қалу, тамақ жетпей қалу, немесе қатты кезек күту болған жоқ. Одан бөлек мынандай даяшылар жүреді. Даяшылар керек өзіңе сусындарды жүре береді. What?
Wine, beer, champagne. Не ішесің алсаң болады дейді, енді бұл европалықтарға. Thank you. Енді енді ол жаңағы ішімдік ішемін деген адамдарға ол сондай барлар болады. Одан бөлек қандай даяшылар жүреді, қазір көрсетемін. Міне іші даяшылар жүр. Оларда тапсырыс беріп жүрсең болады, саған кәдімгі кафедегідей өздері алып келіп береді. Тамақты емес, енді сусындарды солай тапсырыс беріп айтсаң болады. Мына жақта уже адам азырақ. Орындар бар. Мына жерде бір орын тұр. Бұл жақты қарасаң, мына жақта да бос орындар бар. Іште отырып, у-шудан қашқың келетін болса, осындай террассалар бар. Бұл жерде теңіздің жағасына қарап отырып, өзінің тамағыңды жей бересің ғой. Осылай отырып, топпен отырып, столды бос қойсаң болады. Теңізге қарап, осылай отырсаң да болады. Ал мына жақта көрініс мынандай. Қараңыздаршы, не деген сұлулық мынау. Осылай теңізге қарап отырып, таңғы асыңды, түскі асыңды, кешкі асыңды іше бересің. Әдемілік енді сөзсіз. Мына жақтың бәріне отыра беруге болады. Ал біз жоғарыға өзіміз отыратын питагымыз бар. Сол өзіміз отыратын питагқа қарай бара жатырмын. Міне, арт жақ тып-тыныш, лежақтың 4 түрі бар. Қаласаң, мына жерге жатсаң болады. Ана жақ жоғары жағында тағы да бар. Оларға жатсаң болады. Бассейн бар. Бассейн, сырттағы бассейннің салқыны да бар. Жып-жылысы бар, джакузилар да бар. Негізі күн жылы. Мен бассейнға түсетін болғаннан кейін үстіме куртка киіп алдым. Жел болғаннан кейін кішкене салқын болады. Ал біздің сапарлас, біздің саяхатшылар неге барамыз? Стретчингқа барамыз. Бай дейді, бар фитнеске барайын деп жатыр. Стретчинг дейді. Денемізді созбасақ уже. Андай, кеше кардио болды, алдың күні кардио болды, оның алдында кардио болды. Бүгін енді андай не жасап, стретчинг созып денемізді бұлшықеттер демалдырайын. Молодец. Солай. Ал біз Норвегия еліндегі кезекті қалаға келдік. Нордфьорд деп аталады. Енді бүгін осы жақта саяхаттайтын боламыз. Норвегияның қай жеріне келсеңде енді табиғат бар ғой, әдемілік, өзгеше ғой. Бірақ біздің Қазақстанмен салыстыратын болсақ, біздің шығыс Қазақстанға өте қатты ұқсайды екен. Баратын жолымызда жолда бұндай бір мазар кездестім. Бұл жақтың мазарлары ерекше екен. Кинодағы екен бұл да. Біз Эйт деген шіркеудің қасында тұрмыз. Қасында зираты бар. 1919 жылы реставрация жасалған, содан бері бұл музей сияқты болып тұр ғой, получается. Ішіне 700 адамға дейін саяды екен. Былай қарасаң, кішкентай сияқты. Зираттарында 900 жылдары қайтыс болған адамдар жатыр. Бұл жерде сол теңізшілер, балықшылар, жалпы соғыс ардагерлері секілді адамдар жатыр екен. Кішігірім музей істеп қойған. Бұл Норвегияның ең маңызды сондай бір экспонат ғимараттарының бірі болып есептеледі екен. Ал біз ары қарай кеттік.
осы жердің тұрғындарының үйлері біздегідей қазақтікіндей үлкен үйлер емес, прям кішкентай, осы жердің табиғатына бейімделген осындай аулалары. Міне бір ауланың двор секілді. И биіктігі адам бойымен бірдей қатты жаңағыдай биік емес. Кейбір жерлерінде 2 қабатты үйлер де бар. Осындай жерде тұрады екен. Бұл жерде жаз қысқа, қысы ұзақ, күн суық, жел анда-санда. Сол себепті де үйлерді осындай кішкентай қылып салатын көрінеді. Осы жердің местный спортсмендері болып тұр ғой, жастар. Жастары жалпы халық салауатты өмір салтын қатты ұстанады екен. Спортпен, велосипед, жаяу жүру. Байқасаңыздар, қазір біз қаланың ішінде жүрміз ғой. Аса қатты көп көлік көре бермейсің. Біздегідей пробка болып тұрған. Ана жақта Назым уже местный мысықтармен танысып апты. Не дейді бұл мысық? Арқасы қышып жатыр бұның. Не дейді бұл мысық? Бұл жердің халқы чисто андай өмір сүру үшін өмір сүретін сияқты. Біздегідей выживание, болмаса бір там уайымдап, той домалақ, там анау не болады екен, мынау бүйтіп ойлап қалмасын деген. Оларда тым қызық емес та, андай жұрттың проблемасы. Өздерімен өздері үйді де өздерінің бір ыңғайлығы үшін, ләззат үшін жасап қойғандай. Артық үйдің үлкен керек жоқ, там үйге қонақ сыймай қалады, құдалық болып қалуы мүмкін да, адам сыймай қалады. Там туыстарым келсе ят қой деген секілді нәрсе жоқ сияқты да мүлдем. Бұл жерде таза өздеріне. Мысалы қараңыз, мына үй кішкентай. Астында жанында машинасы тұр. Мына жақта сары несі гаражы. Гаражда бір машина ғана сиятын кішкентай. Ары қарай бүйтіп қарап тұрсаң, жаңағы несі террасасы. Террасасын жанында мына жерінде кішігірім газоны бар. И болды. Жаңағыдай алмасы, өрігін, басқаларын сеп қойды. Өздері кайфпен өмір сүріп жүре береді. Біздің гид осы тұрғындардан біз бара жатқан жердің қалай баратынын сұрап жатыр. Бізге жобамен түсіндірді. Әрі қарай біз жол жоқ жақпен кетеміз. Влогтың барлығында кинодағыдай деген сөзді қолданбаса, менде басқа альтернатива жоқ. Енді қараңыздар, кинодағыдай саңырауқұлақ қой бұлау дейді. Судың дауысы естіліп тұр ма? Біз жақындаған сайын осы сарқыраманың дауысы шығып жатыр. Біздің де көздегеніміз осы сарқырама еді. Әдемілік. Енді біз үлкен сарқырамаға алдағы турымызда бар негізінде. Бірақ мынау басқаша сарқырама екен. Келдік. Мынандай табиғаттың әдемі көрінісін көруге болады. Мен ойлағандай сарқырама емес екен. Үлкен алдында осы Норвегияның видеосын көрген кезде үлкен сарқырамалар болатын. Олар онда ертеңгі баратын жерімізде болатын шығар.
Ал енді бізде базарлық. Осы жерден местный супермаркетіне келдік. Бағаларын өзімізге керек заттар болса алып, сувенир болса сувенирді алып, осы жерде и примерно бағаларын салыстырып көрейік. Бізде баға жағынан эксперт Назым ханымнан сұрайық. Назым ханым бағасы қандай екен? 1500 теңге голубика. Бізде бұл қымбат 2,5 мың теңге тұрады шамамен осындай. Бұл жақта менің лама жануар бестір ғой. Соның етін жақсы жейді екен. Мына жерде. Одан бургер, котлет әртүрлі жаңағы бургер жасап қойған екен. Лама ең лама Юлия Кеннет дейді 26-да 90. 27-дей берейікші. 1400 теңге. Тоже 1500 теңге. Сондай тұра ма? энергетикпен бірдей тұрады екен коланың бағасы, иә? Бізде кола арзанырақ жүреді ғой, чем энергетикке қарағанда. Бұл да сол баға ғой, иә? 27 крон. 1500 теңге тұрады. Ойлаңыздаршы, анда Pepsi 1,5 литрлік 1800 теңге болады. Жобамен осындай дүкеннің бағасы. Енді бәрібір бұл жерде табыс көзі жоғары, өздерінің норвежский крон болғанымен де евромен де, бұларда Евросоюзға кіргеннен кейін евромен есептеледі негізінде. Ал біздің теңгеге шаққанда ақшамыз кішкене құнсыз болған үшін бізге енді сәл-пәл қымбат болып келеді. Бірақ Копенгагенге қарағанда Норвегияда баға кішкене құлаққа қонымды екен. Лайнердің ортасында орналасқан үлкен променада аймағында да түрлі ойын-сауық ұйымдастырылады. Мұнда күндіз ойындар, викториналар, би сабақтары және түрлі интерактивті бағдарламалар өтеді. Демалып тыныш уақыт өткізгісі келетіндер үшін спа орталығы мен массаж аймақтары жұмыс істейді. Мұнда сауна, бу бөлмелері және түрлі релаксациялық процедуралар ұсынылады. Кезекті локациямызға келдік, флам. Мәна не деген әдемілік. Бүгін осы фламды аралайтын боламыз. Бұл жерде сарқыраманың түр-түрі бар. Біреуін барып көретін боламыз, бұйыртса. Әдемілік. Не деген инфраструктурасында әдемі жасап қойған екен. Біздің кемеден адамдар уже шығып жатыр. Бұл жерде енді турдың бағасын жалпы сіздермен бір көрсетейін. Мынау осы MSC-дің өзінің қосымшасы бар осындай. И осы қосымшада экскурсия деген бөлім бар. Экскурсия бөлімі келген кезде мына жақта әртүрлі үш жерде баруға болатын, жолда соғатын жерлердің қандай нелер бар. Мысалы, қазір біз Флам қаласындамыз, Флам елді мекенінде. Міне бұл жердегі турдың бағасын қараңыздар. Велосипедтің өзі мына жерде үлкен адамдарға 90 евро, кішкентайларға 70 евро, жас балдарға. Одан бөлек мұздық бар екен, мұздыққа барып келу 194 евро. Одан бөлек қайықпен шығатындар бар. Пойыздың өзінің бағасын қараңыздаршы, 336 евро. Немесе екінші маршрут бар пойызбен жүретін, ол жерде 227 евро. Енді өкінішке қарай біздің бюджетіміз санаулы. Сол себепті де біз бүгінде жаяу барайын тұрған секілдіміз. Негізінде осы қосымша арқылы турларды алдын ала алып қою керек. Егер сіздерде мүмкіндік болатын болса, осы MSC қосымшасына кіріп, алдын ала тур алып қойсаңыздар, енді баратын жерлер көп. Ал біз екі аяқтың күшімен бұйыртса, мына жерден көріне қоймас сіздерге, мына жерде сарқырама тұр. Осы сарқырамаға бұйыртса жаяу барамыз.
мына жердің өзімен қыдырып келе берсең болады ғой, иә. Мына жердің өзі әдемі локациялар ғой. Мен сосын бір нәрсе байқадым. Мына жерде кәрілер жүр, жастар жүр, иә. Біз сияқты телефон ала жүгіріп түсіріп жатқандар аз. Біз бар ғой андай, мынаны түсіріп алайын деп жүрміз да, олар моменте сезініп қарап тамсанып жатыр ше, ана сұлулыққа. Не үшін екенін білесің ба? Олар көріп қойған ба? Жоқ. Просто біз ашпыз ғой. Шетелге қазақтар көп болған жоқ қой. Енді и бізге бәрі қызық та. И оны естелік қылып қалдырғың келеді. Бұл кісілер өзі осындай жерде тұратын, осындай табиғатта жалпы ләззат алып үйренген адамдар ғой. Нордфьордқа бардық, Нордфьордқа бардық. Орманда жүрдік. После дождя, жаңбырдан кейінгі нені тропинкаларды бастық, иә, лай болған. Аяғымыз лай болған жоқ қой. Вообще лай, аппақ кроссовка так, аппақ кроссовка болып қайттық. Бұл жақта осындай тролль дей ма? Осындай неге қатысы не істеген. Сувенирларда, басқасы да осындай персонажбен жасатылған. Ақшаң жетпесе осылай жүресің. Жаяу бір жағынан активный демалыс, екіншіден жаттығу, үшіншіден пойызбен немесе автобуспен жүретін болсаң, қалаған жеріңе тоқтап көре алмайсың да. Ал жаяу жүретін болсаң, кез келген жерге тоқтап суретке түсіп, видеоға түсіріп, көріністің ләззатын алуға болады. Мынау міне бізге керек водопад. Біз примерно мына жерден көреміз. Егер көрініс әдемі болса, осы жерде қарап түсіріп аламыз. Егер көрініс нашар болса, осы жолмен біз әрі қарай мына жерге дейін келе алады екенбіз да. Тура мынау сарқыраманың түбіне. Егер де біз секілді осылай Google Maps жазып алып, тура осылай маршрут жасап, қалаған жерлеріңізді табуға болады. Ол үшін кішкене ағылшынша білу керек. Иә? Кішкене ағылшынша білсеңіздер, Google Maps-пен осылай пайдаланып керек жерлеріңізді табылсаңыздар болады. Мына жерде де түрлі сарқырама болған ұқсайды. Мына жер көрініп тұр ма екен? Мына жерде үлкен бір судың ізі тұр. Бұрын немесе көктемгі уақытта сарқырама болған болуы мүмкін. Мұздықтар еріген. Не қарап тұр бар? Жай бетонға қарап тұр ма? Әде, пракс деп отыр ғой. Ал сіздерге енді осы жердің тұрғылықты сырларын көрсетейін. Тұрнай. Саламатсыздар ма? Қалай бар күнсіз? Ассалаумағалейкум. Мына жігіт тартып сен басқа ұлт шығар деп қалдым тоже мен. Түрім келе ма? Таза қазақпын ғой. Қолым рат десең. 15 минутта шығасыңдар. 15 минут? Қалай әдемі ме екен? Күшті ме екен? Демалыстарыңыз сәтті болсын. Қараңыздаршы, тастардың өзін қалап қойған, қандай әдемілік беріп тұр ма тастың өзі. Тағы да андай жасыл балдырлармен мүлдем әдемі болып тұр да. Үстіп есіктің алдынан безендіріп қойсаң
бізде де дәл осылай істеп қоятын болса өмірде әдемі көрінеді екен. Ал бізге мына жақта сарқырама көрінді. Айбай-ай. Сұлу ғой мына сарқырама, сұп-сұлу. Біз келдік, сарқыраманың жолына жақындадық. Бізге мына жерге көтерілу керек. 500 метр қалды. Бұдан әрі қарай да жаяу шыңына дейін шығуға болады. Бұл жерде мұздық бар. Осы мұздықтан ерігеннен мына жерде міне осындай сарқырама болып жатыр. Бұйыртса сарқырамаға санаулы адамдар қалды. Қалай болып жатыр? Ауыр тиіп жатыр ма? Сұрақ қойып Иә, жатыр. қиын болып жатыр. Бірақ ойлаймын, ол тұрарлықтай сондай вид, осындай жолда жүргеніміз соған тұрарлықтай екеніне. Тұрарлықтай болмай қалса не істейсің? Сүйіп кетеміз. Қойып кеттік. Өте ауыр кардио болып жатыр. Қазір екінші дыханиямыз ашылатын шығар. Екінші дыханияға хабарластың ба? Қазір екінші тынысымыз ашылатын шығар деген үміттеміз. Әйтпесе өте ауыр. Балаларымыз жүр ғой. Европалықтар жастарына қарамай, балаларының бар екеніне қарамай, тіпті таудың басына сарқырамаға арбамен шығып жатқандар бар. Балаларға арналған арбамен. Маған ең қызығы мына тастарды қойған адамда қалай тастың біреуінің өзі салмағы да үлкендігі де бір адам немесе 10 адам көтере алмайтын тастар бар. 10 адам ұстайтын да жер жоқ, салмақты. Мына жаққа қалап шығудың өзі оңай болмағы ғой. Мұнша тасты қалау деген біраз еңбекті қажет етеді. Еще мына кісілерді жүкпен ғой. Менікі ауыр деп мен мақтанып келе жатырмын. Міне европалықтар артымызда баламен келе жатыр. Ешкім бұл жақта баланы қол байлау деп қарамайды екен. Кез келген жерге баламен басып бармайды. Менде турбо режим қосылды. Кеттік. Кішкене алды. Турбо режим ұзаққа жетпеді. Міне деп жоғар жағына да жетіп қалдық. Бұйыртса бізге әдемі көрініс ашылайын деп тұр. Қараңыздар. Жаңа біз жүріп келген жер ғой, мына жерлер. Қаншалықты биік көтерілдік біз. Ау, айым. Бай! Міне көрініс, міне табиғат, міне сарқырама. Ал, санау жерден шаршап тұрып келген жеріміз. Мына көріністі айта алмаймын енді ағайын. Келуге тұрарлықтай жер екен. Қараңыздар. Сарқырама. Өмірінде бірінші рет осында үлкен сарқырама көру биік екен. Одан бөлек мына көріністі қараңыздар. Қарасаңыздар қандай жерге келдік. Әдеміден басқа сөз айта алмаймын. Әдемі көрініс. Артта тұрған сарқырама. Өмірімде бірінші рет көріп тұрған осындай үлкен сарқырама. Мен сізге қай жерден түскенімді көрсетейін. Мына қараңыздар.
мына жоғары жақтан түскен. Осындай көрініспен тамақтанып жатыр енді. Деген көрініс атты, иә. Мына жақта сарқырама, мына жақта Бұндай көріністе тамақ ішкеннің өзі бөлек бақыт қой. иә да. Ар жақта лайнеріміз көрініп тұр. Алақандағыдай болып тұр ғой. Иә. Сосын бұл норвегиялықтардың бір несі, американдықтар секілді аулаларын қатты бөліп тастамайды. Бізде жауып тастайды ғой, толықтай жаңағы дарбаза қойып дегендей да. Бұл жақтарда ашық тұра береді. Қарасаңыздар, үйіне оңай кіріп шыға береді да. Қатты жаппайды. Мысалы, мына үйді қарасаңыздар, мүлдем вообще қоршалмаған. Есігінің алдында тамақ ішетіндері, аш ішетіндері, орындықтары үшін заттар тұра береді. Осылай ашық тұра береді. Берекен. Одан бөлек осылай велосипедпен көп жүреді өте. Енді бұлар туристер болуы мүмкін. Дегенмен де бұларда өздері велосипедті өте жақсы көреді. Бүгіп қоятындарының өзі тастан ғой, қараңыздаршы. Тасқа қағып жолдың бойына әрі декорация, әрі қауіпсіздік, көлік өтіп кетпейді. Сол Флам елді мекенінің қазір біз кішігірім музейіне келдік. Бұл жерде қазір не бар екен, мына жақта макет жасап қойған. Мына макетте біз тұрған жер, қателеспесем, ал су қалай келеді? Біз мына жердеміз ғой. Мына жер су болып тұр, ойық тұрған жер. Біз мына жолын өшеде жүр. Мұндай суреттер бұл жерде жаңа таспен жұмыс жасаған адамдар ғой. Бұл жақта тасқа қатты көңіл бөледі. Темір жол бұл жерде салған. Одан бөлек 1911 жыл дейді. Бұл жерде шаңғышыларда қыстың күні бұл жақта қар қалың болады. Бұрынғы шаңғышылардың шаңғылары, шаңғышы адамдар осындай киімдері. Бұрын сол темір жол соққанда тастардың кезінде, тастардың жұмыс кезінде осындай нелер қолданған екен. Ондай кісілер темір жол салған ғой. Мына заттарды мен білем, бізде әлі қолданады, рельс көтеретін. Бізде әкем темір жолшы ғой, мен де білем да. Мына заттар темір жолда рельс көтеретін. Бұларда қазір басқа технология, темір жол салу. Ал бізде өкінішке қарай әлі күнге шпалға осылай істейді ғой, қателеспесем.
музейдің ішіне вагон кіргізіп қойған ғой, мына бұрынғылардың пойыздарын. мындай қылып кіргізіп қойғанда ше. Машинист отыратын жер болып тұр ғой. Бұл жерде темір жол туралы үлкен тарих жатыр екен. Мына осы қалалардың арасын темір жол арқылы да байланыстырған екен. Сол туралы үлкен жәдігер. Одан бөлек келген туристерге қаласаңыздар сувенир алуға болады. Музейге кіру құны тегін. Адамдар музейді аралап, әрі қарай өздеріне керек сувенир заттарын сатып ала береді. Бұл жердің пойызы міне осы. Қазір мынау современный пойыздар ғой. Ал жаңағы музейдегі ол ескі пойыздар. Ал лайнердің тросын қарасаңыздар. Мынандай лайнердің біз тоқтағанын, қойып атқанын әлі көрген жоқпыз ше. Ұйықтайсың, таңда тұрсаң, ол уже бір локацияда. Бірақ былай қарап тұрсаң, жібіне қараған кезде, мынаны бір орынға қоюдың өзіне қаншама адамның жұмысы да. Жаңағы тростан бөлек, мұнда тағы да тростар бар. Жена тростың біреуін бір адам көтеру қиын, көтере алмайтын сияқты. Қараңыздаршы, үлкен әр жағынан тартып тастайды осылай. Ар жақта тағы біреуі бар. Әр жағынан. Лайнерден әр кіріп шыққан кезде бұл жерде тексеріп кіргізеді. Яғни ұшаққа кіргендегідей толықтай тексеріп кіргізеді. Енді әртүрлі жағдай келеді. Бұл жерде қауіпсіздік шаралары өте қатты. Бүгін бізде концерт, қыздар бұрын қойған. Бүгін Эд Ширин деген әншінің әндерін жалпы осы жердегі жұлдыздар орындайтын болады. Аз көрейік. They scream, what a thing till I come free to us. We get home under the upper night. Jack for the fun, you got Johnny riding a shotgun. Қазір біз кішкене андай районда жүрміз. Гетто дейді ғой. Сондай елау районда жүріп көрші примерно айтқан. Назым кішкене телефоныңды бүйтіп мықтырап, бүйтіп ұстап. Қарай жүрсің мына жақта. Құстар KFC-дің ішінде жүр ғой. Нишниде махан видео ке бола? А? Видео ишниши махан ке бола? Тут малайз воды ишниши видео махан ке? А, мы свой.